сөз сабағына қош келдіңіздер. Балалар, сауатташу сабағын бастамас бұрын тақтаға назар аударайықшы. Тақтада суреттер жасырылған. Кәнекей барлығымыз жасырылған суреттерді табайықшы. Қандай суреттер шықты? Жарайсыңдар. Бақа, балға, бота, балапан. Тамаша. Бұл суреттер қандай дыбыстан басталған? Кәнекей барлығымыз бірге айтайықшы. Б дыбысынан басталған екен. Тамаша. Ендеше балалар, бүгінгі өтетін біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, Б дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сендер буындап оқисыңдар, жиі кездесетін сөздерді тұтас түсініп оқисыңдар. Мұғалімнің көмегімен мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоясыңдар және сұрақтарға жауап бересіңдер. Балалар, біздер өткен сабақта қандай дыбыспен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, Б дыбысымен таныстық. Ендеше балалар, Б дыбысы қандай дыбыс? Жарайсыңдар балалар. Б дыбысы ұяң дауыссыз дыбыс. Қане балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Ендеше бәріміз тақтаға назар аударайықшы. Балалар, бұл не? Дұрыс айтасыңдар, бұл көл. Көл жағасында не өсіп тұр? Ағаш, шөп өсіп тұр. Ағаш бұтағынан не байқадың? Құстар. Ағаш маңында нелер ұшып жүр? Дұрыс айтасыңдар, көбелектер ұшып жүр. Балалар, енді осы құрастырған суретке қандай ат қоюға болады? Ойланайықшы. Табиғат, әсем табиғат, көл жағасында. Тамаша. Енді осы суретімізді әсем табиғат деп алып, қайтадан толық мәтін құрап жіберейікші. Ол үшін балалар, сұраққа жауап берейік. Көл жағасында не өсіп тұр? Көл жағасында ағаш, шөп өсіп тұр. Ағаш бұтағынан не байқадың? Ағаш бұтағында құстар қонып отыр. Ағаш маңында нелер ұшып жүр? Ағаш маңында түрлі көбелектер ұшып жүр. Жарайсыңдар балалар. Біз әсем табиғат туралы әңгімелеу мәтінін құрадық. Келесі тапсырмаға қараймыз. Көбелектер қонған заттарды ата. Кәнекей атап шығайықшы көбелектер қонған заттарды. Бәріміз бірге. Асқабақ, қарбыз, сәбіз, бұрыш. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, жазу кезеңіне кірісеміз. Бәріміз дәптерімізді ашып, қолымызға қаламсабымызды ұстап, осы суреттерді сөзбен жазайық. Кәнекей, бәріміз бірге жазамыз. Асқабақ, қарбыз, сәбіз, бұрыш. Жарайсыңдар балалар. Балалар, осы жазған сөздерімізді бір сөзбен не деп атаймыз? Не дейміз? Көкөністер дейді екенбіз. Тамаша. Осы жазған сөздердегі соңғы сөз, бұрыш сөзін
естігенімізде көз алдымызға не елестейді? Не ойымызға түседі? Ойланайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Бөлменің бұрышы, оқулықтың, кітаптың бұрышы, партаның бұрышы. Балалар, бұлар геометриялық фигуралар, Тағы да тамаққа қосатын бұрыш бар. Дұрыс. Балалар, айтылуы мен жазылуы бірдей, мағынасы басқа сөздер амоним деп аталады екен. Жарайсыңдар балалар. Ендеше біз сабағымызды қорытындылау мақсатында қазір ойын ойнаймыз. Балалар, бізге міне буындар берілген. Бірінші бағанда сөздің бірінші буыны, екінші бағанда сөздің екінші буыны берілген. Егер де осы буындарды бір-бірімен дұрыс сәйкестендірсек, сөз шығады. Кәнекей, тапсырманы мұқият, асықпай, қатесіз орындаймыз. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, мен сендерге дұрыс жауабын жіберемін. Кәнекей, тексереміз. Бастық, сабақ, бақша, тобық, арба, бота. Жарайсыңдар балалар. Сендердің жауаптарын дұрыс жауаппен сәйкес келді деп ойлаймын. Осымен біздің бүгінгі сауаттас